Present simple B1 level. Everyday English grammar. Күнделікті ағылшын грамматикасы. Қазақша түсіндіру. Do you say I work or I am working? She go or she goes? If you are confused, this video is for you. Егер сен present simple'ды білемін деп ойласаң, бірақ сөйлегенде қате жіберсең, міндетті түрде осы видеоны соңына дейін көр. Hi everyone, менің атым Нұржамал. Бұл каналда біз ағылшын тілін жеңіл логикамен және практикамен үйренеміз. Today's topic present simple. Бұл видеода біз present simple қашан қолданамыз, күрделі мысалдар, speakingке керек структура бәрін бірге қараймыз. Don't forget to like and subscribe. Видеоға лайк басып, жазылуды ұмытпа. Present simple қашан қолданамыз? Бірінші жағдай. Daily routines and habits. Күнделікті әдеттер. Мысалы, I wake up at 7 a.m. Мен сағат 7-де тұрамын. I drink coffee every morning. Әр күні азанда мен кофе ішемін. Қазақшасы, яғни күнде жиі әрдайым қайталанатын әрекеттерде қолданамыз. Екінші жағдай. Facts and general truth. Фактілер және шындық. Мысалы, water boils at 100 degrees. Су 100 градуста қайнайды. People need food to live. Адамдар өмір сүру үшін тамақ қажет. Үшінші жағдайда. Permanent situations. Ұзақ уақыт өзгермейтін жағдай. Мысалы, I live in Kazakhstan. Мен Қазақстанда тұрамын. She works as a teacher. Ол мұғалім болып жұмыс жасайды, яғни ұзақ уақыт өзгермейтін жағдайлар. Төртінші жағдай. Timetables, schedules. Кесте және графиктерді айтқанда қолданамыз. Мысалы, the train leaves at 9 p.m. Пойыз сағат 9-да жүреді. My class starts on Monday. Менің сабағым дүйсенбіде басталады. Енді бір лайфхак. Future туралы айтсақ та, present simple'да қолданамыз. Present simple құралама. Болымды сөйлем. Subject пен verb бірге қолданамыз. Бастауыш пен етістікті қолданамыз. Бұл жерде subject мен, сен, ол, олар деген сөз. Яғни I, you, we, they деген сөздер. Verb, work деген сөз. Енді сөйлем құраймыз. I work мен жұмыс жасаймын. You work, сен жұмыс жасайсың. We work, біз жұмыс жасаймыз. They work, олар жұмыс жасайды. Ал енді үшінші жақта және бір адамды айтқанда етістікке s жалғап айтамыз. Мысалы, he works, ол жұмыс жасайды. She works, ол жұмыс жасайды. It works, ол жұмыс жасайды. Ал енді болымсыз сөйлем қарастырғанда do және does деген көмекші етістіктерді қолданамыз. Және оған not сөзін қосамыз. Do мен notты қоссақ, don't болады. Does бен notты қоссақ, doesn't болады. Бірінші жақта, екінші жақта don't деген көмекші етістікті қолданамыз. Ал үшінші жақта және бір адам айтқанда doesn't көмекші етістігін қолданамыз. Мысалы, I don't work, мен жұмыс жасамаймын. You don't work, сен жұмыс жасамайсың. We don't work, біз жұмыс жасамаймыз. They don't work, олар жұмыс жасамайды. Ал енді үшінші жақта he doesn't work, ол жұмыс жасамайды. She doesn't work, ол жұмыс жасамайды. Ал енді сұрақ сөйлем жасағанда do және does көмекші етістіктерін сөйлемнің басына шығарамыз. Яғни ең бірінші do және does көмекші етістіктерін қолданамыз. Мысалы, do I work? Мен жұмыс жасаймын ба? Do you work? Сен жұмыс жасайсың ба? Do we work? Біз жұмыс жасаймыз ба? Ал енді үшінші жақта does'ды қолданамыз. Does he work? Ол жұмыс жасайды ма? Does she work? Ол жұмыс жасайды ма? Does it work? Ол жұмыс жасайды ма? Яғни сұрақ сөйлем жасаған кезде үшінші жақта does көмекші етістігін қолданғанда етістігімізге s жалғап айтпаймыз. бір деңгейде көп қате жасалатын жерлер. Бірінші жағдай. Adverbs of frequency. Жиілік істеулерінен қате жібереміз екен.
Жиілік үстеулер дегеніміз ол always, usually, often, sometimes, never деген сөздер жатады. Яғни жиілікті білдіретін үстеулер. Мысалы, always әрқашан, usually әдетте, often жиі, sometimes кейде, never ешқашан деген мағынаны білдіреді. Мысалы, I usually wake up early. Мен әдетте ерте тұрамын деген сөз. Яғни біз жиілік үстеулерін етістіктен бұрын қолданамыз. I wake up usually early деп айтпаймыз. Етістіктің алдына қойып қолданады екенбіз. Екінші жағдай, third person as problem. Үшінші жақта сөйлегенде немесе бір адам туралы айтқан кезде етістікке s жалғап айтуды көп адамдар ұмытып кетеді. Мысалы, my brother plays football. Менің ағам футбол ойнайды. Яғни бір адам туралы айтылып тұр, етістікке s жалғануы керек. She watches TV every evening. Ол әр күні кеште теледидар қарайды. Енді үшінші жағдайда state verbsте қате жібереді екен. State verbs дегеніміз ол адамның сезімін білдіретін, менталды жағдайын білдіретін етістіктерді айтады. Ол етістіктерге ing жалғауы жалғанбайды. Яғни I am knowing him деп айта алмаймыз. I know him деп айтамыз. I am liking this song деп айтпаймыз. I like this song деп айтамыз. Яғни адамның менталды жағдайын және сезімін білдіретін етістіктерге ing жалғанбайды. Бірақ s жалғап айтылады. Үшінші жақта және бір адам туралы айтқанда. Speaking practice. Repeat after me. Менен кейін қайталаңыз. I usually start my day with getting up. I usually start my day with getting up. I work or study because it makes me productive. I work or study because it makes me productive. In my free time, I often read a book. In my free time, I often read a book. Real life B1 examples. Бір деңгейде біз бір сөйлемде бір немесе екі идеяны бірге айта аламыз. Мысалы, I work online, so I don't go to the office every day. Мен онлайн жұмыс жасаймын, содан мен күнде офиске бармаймын. Екінші мысал, my job requires English and I use it daily. Менің жұмысым ағылшын тілін талап етеді және мен оны күнде қолданамын. Үшінші мысал, I believe practice is a key to success. Мен сенемін, практика сәттіліктің кілті. Quick test. Берілген үш сөйлемнен қатесін тап. 15 секунд беріледі, содан соң жауабын қараймыз. Жауабы. Бірінші сөйлемде she doesn't like, екінші сөйлемде he goes, үшінші сөйлемде does she live here болады. Summary қорытынды жасаймыз. Present simple төрт жағдайда қолданылады. Бірінші habits, әдеттер, facts, фактілер, permanent situations, өзгермейтін жағдайлар, shadows, кестелер. Енді бір деңгейде көп қате жасалатын үш жерді ұмытпаңыздар. Бірінші дұрыс word order, яғни жиілік үстеуін adverbs of frequency етістіктен бұрын қолданамыз. Екінші қателік third person as. Үшінші жақта және бір адам туралы айтқанда s жалғауды ұмытпаңыздар. Үшінші state verbs. Адамның менталды және сезімін білдіретін етістіктерге ing жалғап қолданбаймыз.